Адам ұрлау, құлдық, сәбилерді сату, мәжбүрлі неке, бәрі де жасырын желілер арқылы жүзеге асып жатқан ауыр қылмыстар. Адам саудасы әлемде де, Қазақстанда да әлі тоқтаған жоқ. Қауіпті құбылыстың ауқымы қандай? Адам ұрлау, құлдыққа салу, сәбилерді сату, мәжбүрлі неке мен жасөспірімдерді жезөкшелікке тарту жыл сайын жасырын әрі ұйымдасқан сипат алып бара жатқан трансұлттық қылмыс. Қауіп Қазақстан үшін де өзекті. Бүгін құбылыстың нақты ауқымы мен салдарын саралап көрейік. World Population Review халықаралық платформасының дерегіне сәйкес, Қазақстан құлдық индексі бойынша 157 елдің ішінде 61-ші орында тұр. Көрсеткіші 43 пай. Индекс 1-ден 100-ге дейінгі шкаламен есептеледі. Балл неғұрлым төмен болса, жағдай соғұрлым тұрақты деп бағаланады. Бұл нәтиже ТМД және Орталық Азия елдерінің көпшілігімен салыстырғанда салыстырмалы түрде оң. Алайда бас прокуратура жағдайда тұрақтандыру қажет деп санайды. Себебі соңғы жылдары қылмыстар азаймай отыр. Өткен жылы тіркелген істер саны 16%-ға қысқарып, 298-ге түскенімен мамандар ахуалды әлі де алаңдатарлық деп бағалайды. Адам саудасына байланысты қылмыстар 9 құрамнан тұрады. Соның бірі мәжбүрлі неке. Бұл норма заңға 2024 жылғы 16 қыркүйектен бастап енгізілді. Алғашқы 3,5 айдың өзінде ел бойынша 5 іс тіркелген. Ең алаңдатарлық үрдіс балалар саудасының өсуі. Бір жыл ішінде мұндай қылмыс 3 есе артып, 31 іске жеткен. Өсімге Алматыда әшкереленген ірі қылмыстық желі әсер еткен. Ұйымдасқан топ қиын жағдайдағы жалғыз басты-аналарды тауып, жаңа туған сәбилерін баласы жоқ отбасыларға сатуды ұсынған. Бұл дерек бойынша шамамен 20 қылмыстық іс қозғалды. Тағы бір жаға ұстатарлық дерек. Қазақстандықтар шетелде еңбек құлдығы мен өзге де қанау түрлерінің құрбанына айналып жатыр. Кейбірі алтын үшбұрыш аталған аймаққа Мьянма, Камбоджа және Лаосқа аттанып, мәжбүрлі еңбекке жегілген. Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше 2022 жылдан бері Таиланд пен Вьетнамдағы елшіліктерге еңбек қанауы, жыныстық құлдық, кибералаяқтыққа мәжбүрлеу және еркінен тыс ұстау фактілері бойынша 55 адам көмек сұрап жүгінген. Барлығы шекаралас аймақтарда зардап шеккен. Қазақстанның қай өңірінен кеткен туралы дерек жоқ. Барлығы босатылып, Қазақстанға қайтарылды. Жас ерекшелігі 18-ден 45 жасқа дейін. Көбі ер адам. Әлеуметтік жағдайы әртүрлі. Олардың қатарында жұмыссыздар да, IT саласының тәжірибелі мамандар да бар. Барлығы жалған бос жұмыс орындары туралы ұсыныстарға алданған. Түрлі фактілердің әсерінен Қазақстанда адам саудасына қарсы күрестің құқықтық негізі жаңа кезеңге өтті. 2024 жылы адам саудасына қарсы іс-қимыл туралы заң қабылданды. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, қылмыстық кодексте адам саудасына байланысты бірнеше бап бар. Ол үшін мүлік тәркіленіп, ең жоғары жаза ретінде 18 жылға дейін бас бостандығынан айыру көзделген. Мұндай жаза аса ауыр қылмыстар санатына жатады. Ресми деректерге сүйенсек, 2025 жылдың басынан бері осы баптар бойынша 43 адам сотталған. Сонымен қатар, 2024 жылы алғаш рет адамдарды басқа да сексуалдық қызметтерге тартқан үшін қылмыстық жауапкершілік күшіне енген. Алайда заңнаманың күшеюі мәселенің тек бір қыры ғана. Мамандардың айтуынша, адам саудасының алдын алуда ең маңыздысы оның психологиялық механизмін түсіну. Назарбаев университетінің психологы Сымбат Абдрахманованың сөзінше, бұл қылмыстан ең көп зардап шегетіндер жасөспірімдер мен жастар. 14-29 жас аралығындағы адамдар жиі құрыққа түседі. Бұл тұлға ретінде қалыптасу, өзіндік менін іздеу, тәуелсіздікке ұмтылу кезеңі. Психологиялық зерттеулер мен практикалық тәжірибе балалар үйінде өскен немесе ата-ана қамқорлығынсыз қалған адамдардың адам саудасы мен өзге де қанау түрлеріне ерекше осал екенін көрсетеді. Маманның айтуынша, адам саудасы кездейсоқ әрекет емес, алдын ала жоспарланған жүйелі психологиялық процесс. Жәбірленушіні алдау мен тәуелді ету бірнеше кезең арқылы жүзеге асады және адамның нақты эмоциялық күйіне сүйенеді. Сондықтан алдын алуда ең мықты қорғаныс психологиялық дағды. Сыни тұрғыда ойлау және манипуляцияны ажырату қауіптен сақтайтын дағдылар. Айта кету керек, Қазақстанда адам саудасының құрбандарына мемлекет тарапынан кешенді көмек көрсетіледі. Зардап шеккендерге әлеуметтік, тұрмыстық, медициналық, психологиялық, педагогикалық және еңбек, мәдени, экономикалық және құқықтық көмекті қамтитын 8 түрлі қызмет ұсынылады. Жәбірленуші материалдық және моральдық зиянды өтеуді талап етуге құқылы. Сонымен бірге жауапты ведомство сақтық шараларын ұсынуға шақырады.
Құқық бұзушылықтың куәгері болсаңыз 102 нөміріне немесе 116-16 сенім телефонына хабарласыңыз. Құжаттарыңызды ешкімге бермеңіз. Күмәнді ұсыныстардан аулақ болыңыз. Бұған дейін Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш мәселемен күресте әлем елдері бірігуі тиістігін мәлімдеген болатын. Шын мәнінде адам саудасы бір ғана мемлекеттің емес, бүкіл адамзаттың дерті. Сондықтан оған қарсы күрес құқық қорғау органдарының ғана емес, қоғамның ортақ жауапкершілігі болуы тиіс.